Қайырлы күн достар, сіздермен Мери, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өзімнің жасап жүрген, яғни өзіме қатты ұнайтын рецепт бойынша блиннің рецептін ұсынамын. Алдымен біз ыдысқа сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Оның үстінен қайнап тұрған ыстық су құямыз. Оның үстінен 2 жұмыртқа және 2 ас қасық сұйық май, 4 немесе 3 ас қасық шекер, шым-шым тұз және жарты шай қасық ас содасын қосамыз. Одан көп қосудың қажеті жоқ. Венчиктің немесе шанышқының көмегімен барлығы біркелкі болғанша, жұмыртқамыз, тұзымыз барлығы жақсы араласқанша жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз міне достар осылай біркелкі болып шығуы қажет. Араластырып болғаннан кейін електен өткізіп 200 грамм ұн саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Електен өткен ұнымызды жақсылап венчиктің көмегімен немесе шанышқының көмегімен араластырамыз. Осы жерде достар тез қимылмен араластырып, яғни біздің ұнымыздың түйіршік болып қалуы мүмкін, сондықтан тез араластырамыз. Ұнымыз түйіршік болмауы керек. Қарап тұрсаңыздар, барлық затымыз үй жағдайында табылады. Өте қарапайым рецепт, міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің қимағымыздың консистенциясы осылай болып шығу қажет, сұйық болады, яғни видеоға міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Табамызды отқа қойып қыздырып аламыз және де кішкене осындай щетканың көмегімен май жағамыз. Май көп керек емес. Сізге табанын қыздырып алғаннан кейін, не осылай ожаудың көмегімен құймағымызды құя отыра пісіріп аламыз. Достар, арнайы құймақ пісіретін табалар болады. Сол табадан алуға кеңес беремін. Өйткені біздің құймақ пісірер барысында табаның рөлі өте зор. Сондықтан міндетті түрде алдын ала табаларыңыздың жақсылап дайындап алыңыздар. Міне екінші бетін осылай шет-шеті қызарғаннан кейін ауыстырамыз. Достар, осы жерде айта кететінім, менің каналыма тіркелмесеңіз, подписаться деген батырманы басып қойыңыздар және лайк, комментария қалдыруларыңызды сұраймын. Қалған барлық құймағымызды осылай пісіріп аламыз. Маған осылай орташа деңгейде құйған ұнайды, қатты жұқа ұнамайды. Міне бізде кішкене тесіктері шыққан, қарасаңыздар. Осылай екінші бетін аударып, барлығын біркелкі пісіріп аламыз. Достар, сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Керек заттарын видеоның астына описание деген бөлім болады, сол жерге жазып қоямын. Міне достар, біз барлық құймағымызды пісіріп алдық. Дәл осы рецептпен 20 дана менде блинный шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Жақындарыңызды осындай тәттілермен қуантыңыздар. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, жақындарыңызға поделиться батырмасы басу арқылы таратсаңыздар болады. Құймақ өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Хош, сау болыңыздар.